Барлығына сәлем, менің есімім Дина. Бүгінгі видеода мен Work and Travelға байланысты сұрақтарға жауап беретін боламын. Жалпы өзім барған штат және қашан барған туралы айта кететін болсам, мен 2025 жылы жазда 3 ай Колорадо штаты Лейк Ситиде болдым. Маған бірнеше сұрақтар келген еді. Алдымен сол сұрақтардан бастайтын болсам, бірінші менен сұраған спонсорға байланысты менде проблемалар болды ма? Менде спонсор Interexchange болды және барар уақытқа дейін қаншама жиналыстар өткіздік, барлық сұрақтарымызға жауап беріп жүрді. Бармай жатып, не істеу керек, алдын ала не дайындап бару керек, ол жаққа барғанда қаншалықты ақша алып барып, қаншалықты бара салысымен оны құрту керек, соның барлығын көп заттарды ескертті, даже билет алуға байланысты көп кеңестер айтылды. Сол себепті де дайындық кезінде де одан кейін де менде спонсормен ешқандай проблема болған жоқ. Алғашқы уақытта бірінші зарплатамды алғанға дейін қанша ақша керек болғаны туралы сұрапты. Ол әр адамда, әр штатқа байланысты индивидуально болады деп ойлаймын. Компаниялар жиналыс кезінде де айтып отырады, минимум қанша ақша алып бару керек болатынын. Менің жағдайымда қалай болды? Менде работодатель бара салысымен бізден тұрып жатқан үйімізге, хаусингқа ақша алған жоқ. Бір ай өткеннен кейін, то есть зарплатамыз уже 2 рет түскеннен кейін почти бізден үйдің ақшасын алды, потому что көп жерде үйге ақшаны аптасын алу мүмкін, или 2 аптада бір алу мүмкін. Менің жұмыс орнымда үйге ақшаны айына 1 рет алып отырды. Сол себепті де ай басталмай жатып емес, ай біткенге сайын алып отырды. Және ақша басқа да қандай затқа құртатынға байланысты алып бару керек болады. Мысалы, тамақ сатып алатын болсаң, бара салысымен бір Нью-Йоркта или өз штатыңда, басқа жерінде 1-2 күн жұмыс басталмай тұрып жүретін болсаң, әлде жұмыс әлі басталмайды, сен сол себепті де әлі жұмыс бастамайсың деп кейбір работодательдер жұмыс уақытының басталуын созып жіберуі мүмкін. Сол аралықта сен үйіңе, тамағыңа, ары-бері жүрісіңе төлей алатындай ақша болу керек. Мен өзімен бірге $800 алып бардым. Барлығы бірден бітіп қалды деп айта алмаймын. 1 айдан кейін де ол ақшам әлі бар болды. Бұл ақшаны мен Нью-Йоркта бірнеше сағат жүрген кезімде, штатыма дейін ұшқан кезде, ары қарай автобусқа, пойызға отырған кезде төлеуге істеттім, және магазиндерге ары-бері барған кезде. Ал тамақ менде кафешкада жұмыс істегендіктен тегін болды. Солай көп затты үнемдеуге болады. Менімен бірге барған құрбым өзімен бірге $600 алып барды. Баратын штаттағы заттардың ақшасына, жолыңда автобусқа, пойызға, тамаққа құртатын заттарды есептей отыра минимум алып шығуға болады. Және үйге, тамаққа кететін ақшаны ұмытпау керек. Маған қандай жерде жұмыс жасадыңыз деп сұраған. Менің основной жұмысым кафешкада болды. Кафешкада, кухняда көмектестім. Салат, десерт жасауға, заготовки жасауға. Екінші жұмысым мороженое сататын магазинде болды. Ол жерде мороженое жасадым, кассада тұрдым, ыдыс-аяқ жудым, кофе жасадым. Сондай 2 жұмыста жасадым. Және келесі сұрақ, жұмысқа байланысты менде ожидание, реальность болды ма, әлде мен ойлағандай болды ма? Если честно, менде ешқандай да ожидание болған жоқ. Барған кезіме дейін болған жоқ. Сөйтіп, өзімнің штатыма келіп самолеттан түскен кезде мен уже сәл қорқа бастадым. А вдруг менің английским жетпейді бұл жұмысқа, мен олардың айтқан түсінбесем ше, менде кәдімгідей акцент болса ше, олардың акценті басқаша болса ше, мен жұмысқа үйренісуім қиын болса ше деген сияқты қорқыныштар самолеттан түсе салысымен өз штатыма келген кезде андай біртүрлі состояниеде болып қалдым. Бірақ оның ешқайсысы ондай болған жоқ. Мен ойлағаннан да жақсы болды. Жұмысқа тез үйреністім. Ешкімнің ешқандай акценті, бір-бірімізді түсінбеу деген қиыншылықтар особо болған жоқ. Мен барған штаттағы адамдар асықпай, анық сөйледі ағылшын тілінде. Сондықтан менде ондай қатты проблема болған жоқ, және жұмыстан да үлкен қатты ожиданием болған жоқ. Жұмысымның барлығы өзіміздегідей, как обычно болды. Жұмыс туралы өте толық информация менде болды деп айта алмаймын, себебі менде офферда, кафешкада жасауға болатын барлық зат жазылып тұрды. И бірінші күні
мен не істеуім керек деген андай бәрібір де болады андай зат. Маған асықпай түсіндірді. Басында аз азаттан істеп жүрдім, сосын үйренісуіме байланысты басқа да жұмыстарды қосып беріп отырды. Солай. Келесі сұрақ сол жұмыстағы работодатель туралы екен. Работодательмен менде ешқандай да проблема особо болған жоқ, соған шүкір. Өте жақсы адамдармен жұмыс істеп келдім. Көп жерден естіп жаттым, сағатын дұрыс бермейді, немесе сыртқа шығуға тыйым салады, басқа жұмыс істеуге тыйым салады деген сияқты. Даже сол жерде жұмыс істеп жүрген кезде бізбен бірге барған басқа қазақ балада сондай проблемалар болып жатты, бірақ біз оған ешқалай көмектесе алмадық, и в итоге ол басқа штатқа ауысып кетуіне тура келді. Және сол сияқты менің қасымдағы құрбым менен 1 жыл бұрын барып келген кезінде де сондай бір жаман работодательге түсіп қалып, ол кезде де басқа жұмысқа ауысуына тура келген. Но мен барған жердегі, мен жұмыс істеген 2 жұмыстағы да работодатель өте күшті жандар болды. Және сол сияқты күшті работодательдер көп екеніне мен сенімдімін. Так что ойымдамаңдар. Если что, отзыв қарауға болады. Вроде работодатель туралы телеграм каналдарда бар ғой, work and travel мынандай штат деп штаттарға бөліп қойған чаттар бар. Сол штатқа осындай жұмыс, осындай жерде істейін деп жатырмын, танисыңдар ма, сол адам туралы не білесіңдер, сол жұмыс туралы не білесіңдер деп қарастырып көруге болады. Келесі сұрақ, қандай үлкен қателік жасадың деп тұр екен. Менің ойымша, құрбыммен бірге супермаркетке шыққан кезде жоқ, тамақ жасаймыз деп үйге көбірек продукты алғызғаным деп ойлаймын. Мүлдем жасамадық емес, жасадық, бірақ бізде кафешкада жұмыс істегендіктен тамақ тегін болды. Біз 2 жерде жұмыс істегендіктен үйде особо болмадық, сөйтіп жалғыз демалысымызда тамақ жасауға нандай бір үлкен желанием болады деп айта алмас едім. Так что, если что, супермаркеттен особо көп продукт алмай қойыңдар. Қателік деп айтуға келе ма, келмей ма? Мен жаздың соңында ғана өзіме тур алып, құрбыммен бірге қыдыратын жерлерді пландадым, және сол уақытқа дейін мен өзіме киім алмағанмын. Образдар құрастырмадым, и Қазақстаннан алып барған киімімде тек жұмысқа и демалыс күндеріне деп санаулы ғана алып барған едім. Сол себепті уже қыдыратын кез басталған кезде менде образ өте санаулы болды. Бірақ ол да өте қатты проблема болған жоқ, себебі сол қалаларда мен киім керек заттарды сатып ала алдым. Және сендерге тағы бір ескерту, Қазақстаннан бара жатқан кезде чемодандарыңа в целом жұмысқа алатын заттарыңды қайтар кезде спокойно лақтырып кете салатындай заттар алыңдар, чтобы чемоданды босатып, сол жақтан алған жаңа заттарыңды салып қоюға. Қандай штатты таңдауға, қандай штатты таңдамауға кеңес бересіз, және мен енді виза тапсырайын деп жатсам, қандай ақыл кеңес айта аласыз депті. Если честно, мен штаттарды ешқалай да салыстырып айта алмаймын, себебі мен өзім жалғыз Колорадо штатында жұмыс жасап келдім, басқа штаттарда жұмыс жасап көрген жоқпын, тек қыдырып жүрдім. Так что бұл жерде мен штат таңдауға ешқалай көмектесе алмаймын. Ал айтар ақыл кеңесім болса, желательно теңіздің жағасындағы штаттарға жақын болған жақсы сияқты. Қазақстанда жоқ қой теңіз. Мен өзім таулы штатта болдым. Жаман болды деп айта алмаймын, барлығы керемет жақсы, бірақ пляждың қасында жұмыс істеген бір ерекше басқа вайб болатын сияқты. Және тағы бір сұрақ, бұл сұраған адамға ғана емес, work and travelға барып келдім деп айтқан кезде сұрағысы келетін барлық адамның сұрағы сияқты. Мен программаның соңында қанша ақша таптым, программаны ақтадым ба, жоқ па деген. Бұл да индивидуально болады. Жалпы менің жағдайымда мен программаға кеткен ақшамды ақтадым және үйге ақша алып келе алдым. Бұның барлығы сен қаншалықты көп қыдырасың, қаншалықты көп сыйлық аласың, қаншалықты сентябрь 1 ай бойы қыдыруға уақытың бар ғой, сол айда қаншалықты ақша құртасың, соған байланысты. Және бір ғана жұмыс істедің ба, бірнеше жұмыс істедің ба, овертайм болды ма, болмады ма, тамаққа, үйге қанша ақша құрттың, соның барлығы осы затқа байланысты болады. Сен программаны ақтайсың ба, ақтамайсың ба, үйге ақша алып қайтасың ба, жоқ па, соның барлығы әркімде әртүрлі болады. Мен, құрбым және біздің қасымызда болған бірнеше қазақ бала барлығымыз программаны ақтадық және елге ақшамен қайттық.
Және тағы бір сұрақ, Нью-Йоркта қай жерде тоқтауға болады? Безопасно и надежно и бюджетно дейді. Мен өзім Нью-Йоркта қалған жоқпын. Нью-Йоркта менде қайтар кезде 2 күн болам деп пландаған барлық жоспарым іске аспай қалды. Маған срочно елге қайту керек болды сабаққа байланысты. Бірақ Нью-Йоркта бірнеше сағат жүрген кезімде сол жақта бірнеше күнге қалған таныстарым болды. Нью-Йоркта Таймс-сквер жақта Doubletree деген қонақ үйде тоқтаған болатын. Бірнешеуі сол жерде тоқтады. Соған қарағанда центрға жақын и, скорее всего, бюджетно болды деп ойлаймын. Басқа отельдермен салыстырғанда. Сол. Если что, көріңдер. Ол отельде 1-2 адам емес, көптеген адамдар болып тұрды олар. Себебі отельде жату үшін емес, в целом Нью-Йоркта қыдыру үшін барды ғой, сол себепті де. Оларға важно было то, что было место, где оставить свои вещи и пойти погулять. Осымен бүгінгі сұрақтар бітті, және соңына дейін көргендеріңе рахмет. Визаларын алғандарға және енді тапсырайын деп жатқан барлықтарыңа сәттілік. Тағы да басқа сұрақтарың болса, комментарийға жазып кетіңдер. Келесі видеода жауап беретін боламын. Барлығыңа удачи! Не? Білмеймін. Не айтам вообще, видео түсіруді ұмытып қалыппын. Окей. Мен жаңа ғана не айттым? Мен бірдеңе істеп отырып жауап бере алмайтын сияқтымын. Ойлағам ғой, қазір достарыммен кездесуге бара жатқан Get Ready With Me кезінде бірге сұрақтарға жауап берем деп. Мне кажется, это будет чуть-чуть сложно. Хороший вопрос. Деп кетіп қалса не? Осымен сұрақтар жоқ, осымен видео бітті ме, сұрақтар бітті ме?